Бүгін менің кезегім екен ғой шөп жұлудан. Шөп қаншама ғой. Бәріне сәлем достар, сіздермен бүгін мен әдеттегідей Батыржан және де достар бүгін менің шөп жұлатын кезегім еді. Шөпті қарамайсыздар ма, қаншама өсіп кеткен. Ал ендеше кеттік. Так, все, енді бізге очередь мында да бар ма не шөп? Аяқтан бастау керек енді шөпті. Өйстіп енді достар бүкіл ауылды тазартатын боламыз. Так, тез аналардың бәрін тазартып шығайық. Енді достар осыған бір күнді арнайтын боламын. Шөптер деген даже мынаның астына шейін өсіп кеткен ғой. Достар, кезек дегенде бізде мысалға бүгін мен болсам, келесі күні фиолетовый жедел сөйтіп бізде өте беретін болады. Күн сайын әр жедел немесе мен тазартып отыратын боламын. Үйтіп істемесек, ато біздің ауылды қалай айтсам болады, шөп басып тастайды. Айтпақшы достар, біздің арнамызда 100 подписчикке жеттік. Сіздерге көп рахмет менің арнама тіркеліп лайк басып жүргендеріңізге. Бұл маған өте үлкен қуаныш болады. Ал енді дәл осы кейіпте жалғастыра берсек. Так, стоп, немене, құмыра ма? Достар, походу өте көне құмыра. Қазір кішкене шамбар екен, сүртіп тастайық. Ол міне уже нормально болып қалды. Немене бәле? Сен кімсің? Мен ба? Мен ертегілер әлеміндегі 3 тілек орындайтын жын боламын. Жын. Мен сен туралы оқығаным кішкентай кезімде. Сен шынымен менің 3 тілегімді орындайсың ба сонда қазір? Орындаймын, бастық. Бастық дейсің ба? Онда мен ойланып көрейін, не желать етем? Саған бір нәрсе айтайын. Егер де сен 3-ші тілегінде менің бостандығым қаласаң, онда мен саған қоса 2 тілек беретін боламын. Жақсы. Ой, кешіріңіз, қайнем тиіп кетті. Ештеңке қылмайды, күте тұршы, не желать етсем болады. Сен бүйтсей, осы Майнкрафттағы бүкіл адам жителдер игроктардың бәрі бақытты болсын. Соны мен тілейтін боламын. Чтоб олар ондай бақытты әлі вообще сезбегендей болсын. Жақсы, орындалды. Шынымен орындалды ма? Шынымен орындалды, ханием. Онда мен барып жителдерді тексеріп келейін, бақытты ма екен? Так, қай жителді сұрасам болады? Мына ақ жителден сұрайық. Житель, сен бақыттысың ба? Мен бақыттымын, мен бұндай бақытты әлі сезбедім. Жарайды, егер сен бақытты болсаң, онда менің тілегім орындалды деген сөз. Бұл сен ғана емес, бүкіл нелерде, жителдерде. Рахмет саған, жын. Оғасы жоқ, келесі тілегіңіз қандай болады, ханием? Сен кішкене артыс мен қорқадым сенен. Келесі тілегім тағы 2 тілек қосылу, сол болсын. Орындалды, ханием. Так, ал ендеше онда келесі менің тілегім осы шөптердің бәрі жоғалып кетсін. Все, орындалды, ханием. Онда менің 3-ші тілегім менің арнамда 100 000 подписчик болу. Осы менің 3-ші тілегім. Осыны орындай аласың ба? Ол маған емес, осыны көріп жатқан адамдарға байланысты. Соларға айтсаң, солар может орындауы мүмкін. Так, значит, сен оны орындай алмайсың ғой, Өкінішке орай, мен оны орындай алмаймын, ханием. Түсінікті. Осы видеоны көріп отырған барша адамның сұрағым, ол менің арнама жай ғана тіркелу. Және де осы видеоға лайк басып кету. Осыны істесеңіздер, ол маған өте көп қуаныш болады. Ол сіздерге қиын емес, ал маған ол өте көп қуаныш. Дәл қазір сіздер осыны істесеңіздер, онда менің арманым орындалды. Так, онда жын, менің келесі тілегім маған көп алмазбен изумруд берсеңіз, онда 4-ші тілегім, немесе 3-ші ұмытып қалдым, сол болады. Жарайды, ханием. Қазір күте тұрыңыз. 5 секундтан кейін сізге жіберетін боламын.
Жақсы, күте тұрайық. Жан әсіресінде бір стак изумрудный блоктан и алмаздан болсын. Сонда ол нағыз ақшаға маған саналатын болады. Мінекей ханием, сіздің арманыңыз орындалды деген ойдамын. Көп рахмет саған жын. Ал блоктар ше? Ше. Рахмет, болды, мен тілегім орындалды. Рахмет. Так, мінекей достар, менің инвентарым толы ақша. Көп рахмет саған. Ал енді сіз соңғы 5-ші тілегіңізді тілеңіз. Так, ойланайық, 5-ші тілек не болсын? Айтпақшы, біз 5-ке келдік па не? Иә, бұл сіздің 5-ші тілегіңіз. Так, ойланып көрейік. Айтпақшы достар, сіздерге бұл видео ұнаса, комментарияға плюс қалдырып кетіңіздер. Ұнады деп жазып кетіңіздер. Немесе солай. Ендеше менің 5-ші тілегім сенің бостандығың болады. Енді сен боссың. Көп рахмет сізге ханием. Сау болыңыз ханием. Так, достар, бізде жын походу білмеймін қаяққа ұшып бара жатқанын, бостандықтан кет бара жатыр ғой. Уже жоқ болып кетті жын бізде. Бұл оның арманы деп ойлаймын. Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар. Так, ол бүкіл шоп. Достар, мені алда кетті жын. Мына аяқты тазаламаған ғой. Жын!